Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгін Алматы қаласының төтенше жағдайлар департаменті азаматтық қорғау басқармасының аға офицері майор Бұғабаев Бекболат Мұхидинұлы сіздермен онлайн режимінде интерактивтік сабақ жүргізеді. Бүгінгі сабақтың тақырыптары: жер сілкінісі алдында, кезінде, кейін, халықтың іс-әрекеті, жер сілкінісі кезінде 10 қарапайым қадам және Көкшетау техникалық институтына түсу ережелері. Жер сілкінісі дегеніміз не? Бұл жер қыртысында немесе мантияның үстіңгі бөлігінде кенеттен болған қозғалыс пен жарылыс нәтижесінде пайда болған және елеулі ауытқу түрінде үлкен қашықтықты таралатын жер асты дүмпуі мен жер астының қозғалысы. Фашок дегеніміз негізгі түрткінің әсерінен ошақ аймағында пайда болатын жер астындағы әлсіз соққылар. Сейсмология дегеніміз жер сілкінісі олардың ошақтары және толқындарының жер қойнауларында таралуы туралы ғылым. Автошоктар дегеніміз жер сілкінісінің негізгі соққысынан кейін жүретін ошақтық аймақтың ең әлсіз энергиялары. Автошоктар барлық күшті жер сілкіністерін алып жүреді. Жер сілкінісінен кейін мүмкін болатын екінші құбылыстар: олар су тасқыны, жарылыс, өрт, сырғыма, сел жүру, көлік авариясы. Жер сілкінісі кезіндегі құрылымдық емес қауіптілік және оның қаупін төмендету жолдары. Құрылымдық емес қауіптілік деген не? Бұл ғимараттардың конструкцияларына жатпайтын заттар. Бұл қабырғалар, жабындылар, бағандар, арқалықтар емес. Құрылымды емес элементтерге жиһаз, тұрмыстық жарық беру және жылыту құралдары, құбырлар және тағы басқалар жатады. Құрылымдық емес қауіптілік қатерін тауып жояйық. Шкафтарды, сөрелерді қабырғаға берік бекіту қажет. Жиһазды жататын орындарға құламайтындай, бөлмеден шығатын жерлерді жауып тастамайтындай орналастыру қажет. Картиналарды, айнаны және сағатты ашық немесе жабылатын ілмектердің көмегімен бекітеміз. Сөреде немесе жиһазда тұрған ауыр заттарды жақсылап бекітіңіз немесе төменге қойыңыз. Шкафтардағы ысырманы жер сілкінісі кезінде ашылмайтын ысырмамен ауыстырамыз. Тез тұтанатын және улы, ащы сұйықтық құйылған ыдыстарды мықтылап жақсылап жауып, ғимараттарды қозғалғанда құлап сынбайтындай сақтау керек. Және тұрмыстық техниканы қабырғаға жақсылап бекітеміз. Дабыл жол сандығын алдын ала дайындау қажет екендігін әрқайсымыз білеміз. Сондықтан дабыл жол сандығының тізімі: бірінші, төтенше жағдайлар орын алған кезіндегі отбасылық жоспар, отбасылық фотосурет және құжаттар, өнімдер мен ыдыс-аяқтар, бөтелкедегі ішетін су, фонарик батарейкасымен, радио батарейкасымен, қосалқы батарейкалар, ысқырық, пышақ, сіріңке, дәрі-дәрмектер, алғашқы көмек жинағы, жылы заттар және қосалқы аяқ киімдер, компас, қаланың картасы, ақша, қарындаш, жуынатын жеке заттар, кішкентай балаларға ойыншықтар және тағы басқа заттар. Осы заттардың бәрін сіздер дабыл жол сандығына жинап қою керексіздер. Төтенше жағдай орын алған кезде осы дабыл жол сандығы сіздерге барынша көмектеседі. Жер сілкінісі кезіндегі 10 қарапайым қадам. Ең бірінші, үрейленбеңіз, тыныштық сақтаңыз. Лифт және баспалдақпен жер сілкінісі кезінде қолданбаңыз. Үшінші, жиһаздан, терезеден, люстрадан ары тұрыңыз. Төртінші, басыңызды қолмен жабыңыз, жасырынды жер табыңыз. Бесінші, жер сілкіну аяқталған соң ғимаратты тездетіп босатыңыз. Алтыншы, суды, газды, электр қуатын кетер алдында өшіріп кетіңіз. Жетінші, дабыл жол сандығын алыңыз. Сегізінші, электр желілерінің, ғимараттардан, ағаштардан аулақ болыңыз. Тоғызыншы,
жердің қайта сілкінуіне дайын болыңыз. 10-шы, балаларға, қарттарға, мүмкіндігі шектеулі адамдарға барынша көмектесіңіз. Алматы қаласының төтенше жағдайлар департаменті Дәрмен мобильді қосымшасы Алматы қаласында тұрғындарды жер сілкінісі туралы жедел хабардар ету үшін енгізілгенін хабарлайды. Қосымша Алматы қаласының жанында орналасқан жер сілкінісі туралы алдын ала ескерту жүйесінің 6 сейсмикалық сенсорларымен біріктірілген және оларды іске қосқан кезде қосымшаны қолданушылар 4 балдан жоғары жақындап келе жатқан жер сілкінісі туралы 20 секунд пен 25 секунд ішінде автоматты түрде хабарландыру алады. Сонымен қатар, оқушылар және олардың ата-анасы сабақтардың ауа райының кесірінен болмайтындығын, дауыл туралы ескертуді, қыс мезгілдегі көлік жолдары жабылуы және жер сілкінісі туралы алдын ала ескертуді автоматты пуш хабарлама түрде хабарды алады. Мобильді қосымшада құтқарушылардың әртүрлі төтенше жағдайларда не істеу қажет, алғашқы медициналық көмек көрсету туралы хабарлама қолжетімді болады. Дәрмен қосымшасы бүкіл Қазақстан Республикасы бойынша жұмыс істейді. Дәрмен қосымшасын App Store және Play Market ұялы телефондарына арналған қолданбалар мен дүкендерінен жүктеп алуға болады. Және операциялық жүйесі базасында смартфондар мен планшеттердің барлық иелерін қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жүктеу үшін қолжетімді. Құтқарушылар Дәрмен қосымшаны әрі қарай дамыту жолдары бойынша жалғастырады. Сондықтан сіздерге Дәрмен мобильді қосымшасын дереу жазып алуларыңызға тілектеспіз. Көкшетау техникалық институтына түсу ережелері. Оқуға түсу шарттары. Институтқа күндізгі оқу түріне Қазақстан Республикасының азаматтары, орта білімі бар, 16 жасқа толған, денсаулығы бойынша әскери қызметке және оқуға жарамды азаматтар қабылданады. Көкшетау техникалық институтына түсу басты себебі ол тегін оқу және 100% кепілді жұмыспен қамту. Осы оқуға түсу үшін қандай пәндер тапсыру керек? Математикалық сауаттылық, оқу сауаттылығы, Қазақстан тарихы, бейінді пәндерден ол математика және физика. Қазіргі таңда 3 мамандық таңдай аламыз. Олар өрт қауіпсіздігі, төтенше жағдайларда қорғау, өрт сөндіру және апаттан құтқару ісі. Егер сіз осы оқуға түсетін болсаңыз, сіздердің ата-аналарыңызға үлкен көмек және жеңілдік болады. Өйткені, курсанттар республикалық бюджет есебінен оқылады. Курсанттар барлық оқу кезінде тегін киім-кешекпен, тамақтанумен және мемлекеттік шәкіртақымен қамтамасыз етіледі. Сонымен қатар, каникулярлық демалыс кезінде жол ақысы төленеді. Институтты бітіргеннен кейін қызметтің бірінші жылында жалақысы 160-нан асады. Институттың күндізгі оқу түрін толық курсын бітірген 4 жыл оқыған тұлғалардың білім алу уақыты әскери қызмет өтеу уақытымен теңеледі. Курсанттар институттың қабырғасында бос уақыттарында ылғи әртүрлі спортпен шұғылданады. Қазақша күреспен, қол күреспен, теннис, волейбол, футбол сияқты секцияларға қатыса алады. Оқуды бітіргеннен соң лейтенант шеніне ие болады және тұратын жеріне жұмыспен жаңа қызметтік лауазымға тағайындалады. Сондықтан, институтқа түсуге ынта білдірген тұлғалар бар болса, көрсетілген мекен-жай бойынша Алматы қаласы, Байзақов көшесі 300, кадр саясат бөлімі, телефонымыз 274-25-13, 8747-125-96-46, 8777-829-99-66, 8778-828-5037. Осы нөмірлерге хабарласыңыздар. Біздің қызметкерлер барынша сіздерге көмектеседі. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Бәріңізге үлкен рахмет. Бәріңіз аман болыңыздар, сау болыңыздар.